Ассалаумағалейкум, қайырлы күн. Сіздерді бүгінгі JavaScript сабағында көргеніме өте қуаныштымын. Жексенбі күні бізде демалыс болды, сондықтан бүгін қайтадан жұмысқа кірісеміз. Енді бүгінгі біздің тақырыбымыз яғни JavaScript тілі. Яғни бізде фронтендте сайт жасауда JavaScript'тің рөлі өте маңызды. Алайда біз бүгін JavaScript тілін толық нөлден бастап үйренбейміз. Себебі JavaScript тілі бойынша бөлек курс жасауға да болады. Тіпті JavaScript тілі бойынша курстар бар, өте көп. Мен сізге тіпті бір курсты про пакетінде тегін беремін, егер білетін болсаңыз. Енді ары қарай баратын болсақ, енді жалпы JavaScript'тен біз бүгін өзімізге керекті бірнеше элементтерді алатын боламыз. Жалпы, енді қарайық, давайте так. Біздің алдыңғы проектіміз қайда? Біздің алдыңғы проект осы ме еді? Жоқ, бұл емес. Біздің алдыңғы проект мына папка болса керек. Иә. Проектімізде түк жоқ екен, бірақ. Вот, біздің проект осы күнге дейін жасаған проектіміз осы пока что. Біз әлі сайт жасап үйренген жоқпыз. Біз тек қана основа мынандай нәрсені жасасақ былай болады, мынандай код жазсақ мынандай болады деген нәрселерді үйреніп жатырмыз. Келесі сабақтарда біз сайтты версталетеміз, бірнеше сабақ бойы. Соны менімен қайталап, сіздер де соны жасайтын боласыздар. Так, давайте. Жалпы JavaScript тілінен бүгін біз нені аламыз? Менің өзімнің жасаған мынандай сайтым бар, ресторанға арналған сайт. Қараңыздар. Анимация қосқан сайт. Мінекей, көрдіңіздер ме, қандай керемет. Вот. Мінекей, осындай сайт жасап шыға аласыздар курстан кейін, иншалла бұйырса, егер еңбектенетін болсаңыздар. Мінекей, қараңыздар. Главное қалады, меню десек менюға түседі, анас десек анас, бронь десек бронь. Вот, так что мына жерде ешқандай қиындық жоқ. Енді қараңыздар, біз бұл жерде сіздер, наверное, түсінбей тұрған шығарсыздар, JavaScript қай жерінде деп, наверное, анимациясы осы JavaScript шығар деп тұрған шығарсыздар. Жоқ, JavaScript бұл емес. Осы сайтта мына анимация JavaScript-пен жасалған жоқ. Оны анимация сабағында бөлек айтатын боламын, мына анимацияларды қалай жасау керектігін. Оны өте қысқа уақытта мен сіздерге тез түсіндіріп беремін. Ал бүгін біз мына жерде қай жерінде JavaScript бар деген сұраққа жауап беретін болсақ, мына жерде заказ только деген кнопка бар бізде. Осы кнопканы басатын болсақ, бізде мынандай окно шығады. Қараңыздар, бөлек сайт сияқты, бірақ артында біздің сайтымыз тұр. И мына жерге біз заявка қалдырамыз. Там давайте жазайық. Нариман и телефон номер. Отправить заявку. Бұл бізде фронтенд болғандықтан ешқайда кетпейді заявкамыз. И біз осындай окно жасап үйренеміз бүгін. Сосын бізден мен мынандай сайтым бар, G-Cinema деген алдыңғы сайттарда көрген боласыздар. Алдыңғы сабақтарда. Енді жерде бізде слайдер тұр. Мінекей, ол ауысып тұрады осылай. Өзі де ауысады. Мінекей, алдай кетейік. Бірнеше секундта ол өзі ауысып тұрады бұл слайдеріміз. Осындай кезде ауыспай қалады. Біреуге көрсетейін десең. Міне, мына слайдер ауысып тұр мысалы. Міне, мынау да ауысты. Міне, көрдіңіздер, иә? Бүгін біз Slick слайдер жасаймыз, және де дополнительно осындай заказ беретін, заявка қалдыратын окно жасайтын боламыз. Давайте. Slick слайдердан бастайық. Slick слайдердің арнайы осындай берілген сайты бар. Қалай жасау керек деген. Давайте осы жерде мен сіздерге подробно түсіндіріп берейін. Так, ол үшін бізге не керек? Вот, қараймыз енді. Кстати, вот JavaScript'те бізде бірнеше библиотека бар, и соның көбінде бізге керегі jQuery деген библиотека. Ол туралы әрине JavaScript тілі бойынша курстардан, немесе енді YouTube-тан қарайсыздар, Google-дан қарайсыздар, әртүрлі жақтардан ол туралы көбірек мағлұматтар ала аласыздар. Бүгін біз осы jQuery-дің Slick слайдерді үйренетін боламыз. Міне қараңыздар. Бізге сайтымызға осы стиль жасау үшін екі сілтеме тұр. Осы екі сілтемені бізге қосу керек дейді. Алайық. Ол енді білесіздер, head бөлімінде link деп қосылады. Біз айтпақшы көзге көрінбейтін ақпарат. Қостық. Мінекей қараңыздар.
плагиннің өзін қосамыз дейді. Ол скриптің бұл HTML қосылатын бәрі. Қараңыздар, данный код должен быть в самом конце перед закрывающим тегом body. Яғни бізде body деген тег бар. Осының ішінде бүкіл контент жазылған. Мен осы жерге жазылу керек. Бұл бізде қараңыздар, давайте көрсетемін. Мен алдын ала бұл сабаққа дайындалған жоқпын, сондықтан бірге істеп отырмын. Сіздермен бірге қателіктер шықпай қалса, по ходу түзеп отырамыз. Скрипт деген тег, type деген атрибут, значение бұл жерде как бы осындай сілтемелер бар. Давайте дальше. Біз мынандай слайдер жасай аламыз. Бірнеше беттік слайдер. И как бы мынандай өте көп беттік слайдер жасауға болады. Тағы мынандай болады екен. Давайте көрейік. Так, JavaScript, Min.js. Біз select слайдердің ссылкасын жасаған жоқпыз, иә? Бұл жерде қателеспеймін, жүктеу керек бізге. Міне ссылка тұр екен. Давайте осы жерін жазып алайық. Түсінбесеңіздер, русский деп аудара саласыздар. Без проблем, бұл жерде ешқандай. Так. Select слайдер қайда бізде? Мен қостық. Так, мына жерде кәдімгі подробно кетіпті. Но как бы бізге select слайдердің ссылкасы керек. Қай жерден скачать етеміз? Демо. Так. Көрейік. Сызбалардан өтіп. Так, менде, кстати, мен есіме түсіп отыр. Как бы менде мына сайт тұр. Менде бұл сайттың HTML файл бар. Яғни ол папкалардың ішінде select слайдер деген файл точно бар. Давайте соны іздеп одан сол жақтан ала салайық. Мен сіздерге оны жібере саламын. Вот, Slick деген папка тұр менде. Давайте копировать етейік Slick деген папканы и мына жаққа вставить. Так, давайте мына инструкцияны вообще қолданбай қояйық. Жаңағы инструкцияны жауып тастадым, как раз. Давайте мынаның бәрін отметить етейін. И как бы менде мына жақта енді G-Cinema, яғни мына кинотеатрдың несі бар. Сайты бар. Так что, в принципе, не проблема. Так, давайте G-Cinema.js, все. G-Cinema. Так, қалай қосылған екен көрейік. Іздейік жаңағыны, міне select слайдер деген жерде екі жол бар екен. Select слайдерға арналған линк деп қосады. Қостық. Пока что. Мына жерде егер қайдан қарап отыр десеңіздер, жазылып тұр мына жерде Slick деген папка, Slick CSS файлы, Slick CSS. Неге CSS деп отырсаңыздар, қазір біз JavaScript файлын ашамыз, кстати. Сол жағын ашып тастайық. Папка ашамыз. JS деген папка. Текстовый документ. Main.js файлы. Все создали. Наш ашып қоям. Мына жерде, кстати, егер бірдей файл болса, мына жерде жазылып тұрғаныңыздар all деген папканың ішінде тұр. Мына бізде мен проект деген папканың ішінде тұр. Так, wow min.js ол бөлек бұл жерде. Астыңғы жақта не бар? Так, вот. Slick min.js қосылған мына жерде и JS қосылған. Осыны копировать етіп қояйық. Астыңғы жаққа, так, бұл жерде біз бодидің ішінде тұр. Все. Опа. Так. Дальше. Бізге, по идее, слайдер жасау үшін не керек? Вот, как раз. Так, мынау емес. Давайте біріншісін алайық. Раппермен бірге алайық, давайте. Қазір біз сіздермен слайдер жасаймыз. Опа, обертка. Маған осылай ұнамайды негізінде, қисық тұрса бар.
барлық бір уровеньде тұрса әдемі көрінеді негізінде. Вот қараңызшы, түп түзу бәрі бір-бірінің уровеньмен нативтікі мынау былай деген секілді. Так, бізде қандай картинка бар өзімізде проекттің ішінде Sky деген бар екен. Давайте Sky болса Sky. Sky JPEG деп қоя салайық бұл жерге бүкіл фотоны, чтобы қиын болмау үшін. Бұл жерде қазір бізге потому что сурет керек, фото керек. Әйтпесе болмай қалады қазір. Так, бізге енді мен енді сіздерге готовы көрсетіп отырмын бәрін. Арнайы бұл жерде кар деген қазір бөлек-бөлек CSS-ның размерін беретін болсақ, нереально ұзақ уақыт кетеді. Так что как бы дайын нәрсемен жұмыс жасап үйрену керек. Давайте бізде wrapper, slider 1 деген нелер керек. Селекторлар керек. Wrapper кеткен екен. Slider 1. Опа. Так. Давайте осы күнге не жазып все соны алып тастайық. Контент қажет жоқ бізге. По идее. Осы қатты қажет емес. Так, бізде main.js-та түк жоқ. JavaScript-те. Давайте мынаны қояйық пока. Давайте тексеріп көрейік, вообще не шықты бізде, не жоқ, не бар. Пока что осындай конструкция бізде. Пока осындай. Әрмен қарай жұмыс істейміз. Қарайық, давайте. Так. Кешірім сұрайым. Слайдер, так, wrapper, опа. Wrapper бар екен ашықта. CSS-ымызға енгізіп түсемек. Кстати, всегда сохранить ету ұмытпаңыздар, потому что реально көп нәрсе жасаймыз, көп нәрсе басамыз, и кейде біз қателік таппай тұрамыз. Кейде просто тупо сохранить етуін кетеміз. Вот сол үлкен қателік болып табылады негізінде. Так, біз wrapper деген класстың как бы жаздық CSS-қа, слайдерді жаздық, slider 1 жаздық, single item деген табылсақ негізі әдемі болады. Мен ойлаймын, потому что single item по-любому болу керек не шықты. Давайте просто здесь лайк. Так, наверное, single item 2 ғана бар екен. Так. Опа. Оң жаққа кетті бәрі бізде. Давайте-ка біз екеуін де алайық. Мына жерге давайте береміз. 2 дейік. Қалай болады екен? Так, пока ничего не поменялось. Ары қарай іздейміз, потому что мынау керек бізге. Опа. Оп. Пока ничего. Мен екіні жаққа қойып қойдым. Екіні мұнда қойып керек бізге. Жоқ, пока что өзгерген жоқ. Іздейміз. Слайдер 1, img. Фото как шығып тұр, значит фотода проблема жоқ бізде. Біздің CSS файлымыз осы. Wrapper text align float. Right деп пинге жоқ екен. Орта. Қарайық, давайте. Wrapper қарадық. Slider деген классты көріп. Max width 800 пиксель. 800, давайте 1000 болсын. Ну, как понятно, снимай тұрғызы. Margin 0 тұрыз, text line тұрыз. Slider 1. Max width 100%. Не опыты бізде, қандай қателік болып тұр. Padding 20 пиксель. 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 20 пиксель.
Так. Бізде жалпы осылай жасайтын кезде көп қателіктер жүзеге, сондықтан да по сути қателескенде мен қуанамын. Өйткені мен өзімнің әлі де көп нәрсені білмейтінімді түсінемін да. И соны түсінгенім де бір бақыт негізінде. Потому что адам өмір бойы оқиды, өмір бойы үйренеді. Қызықты ғой енді жаңа нәрсені үйрену, қайтадан өзін дамыту, оқу деген. Сондықтан да қателескенім маған ұнайды. Әрине кейбір кездерде стресс болады қателіктен. Бірақ онымен дұрыс күресе білсек, қателіктің өзін біз мүмкіндікке айналдыра аламыз. Давайте міне көрдіңіздер, мен ештеңені дайындаған жоқпын алдын ала. Сондықтан бәрін бірге сіздермен жасап отырмын. Бұл жерде өзім де қателесіп отырмын. Мен бұл жерде қимаймын сабақтан, потому что сіздер шынайылықты көру керексіздер. Реально оңай нәрсе жоқ екенін түсіну керексіздер. Қателікті іздеу керексіздер. Өздеріңізде менімен бірге жасау керексіздер. Сонда ғана нәтиже болады, сонда ғана еңбектенсеңіздер, әрине иншалла нәтижеге қол жеткізесіздер. Так, енді қателігімізді іздейік. Так, біз мынау проект.js single item. Так, папка дұрыс па бізде? JS, main.js. JS ішінде main.js. О, PHP мен ашып жібердім. Қазір енді ашылған соға жабысайық. Жақсы болды, не осылай шыққанда. Осындай шығып тұр бізде. Так, бізде сликті алып тұр ма негізінде? Слик main.js деп тұр. Мына жақта слик CSS файлдарымыз тұр. Татырыңыздар. Мынау бізде басқа файл ғой. Бәлкім осы жерде қателік кеткен шығар. Мінекей слик CSS. Неге single деген бір қателік шығады, мен соны түсінбей тұрмын негізінде. Осы жерде. Давайте бағанағы сайттан іздеп көрейік. Вот, jQuery қай жерде қосылды? jQuery'nin қосылғанын мен байқаған жоқпын. Если честно. Қателік осы жерден кеткен екенбіз де, біз мына жақтан jQuery қоспаппыз. Вот, көрдіңіздер ме? Қателік бар, по-любому. Бұл жерде қателік кетіп тұр, оны решать етуге болады да, реальный нәрсе. Потому что, мінекей кетті, біздің слайдеріміз кетті. Әже негіз кнопка бар, көрінбей тұр. Давайте енді кнопканы көріну үшін біз фон өзгерт салайық. Көрдіңіздер ғой, вот қателікті іздесек, ол шығады всегда. Осылай ізденіп, сіздерді үйренесіздер. Ең алғашқыда қиын, оңай нәрсе жоқ, өте қиын, мен түсінемін да, потому что мен өзім үйренген кезде мен ұқпаған вообще. Фото қалай қойып тұр, текст қалай жазылып тұр, цвет қалай өзгеріп тұр, мен как будто сабақтан қайталаймын, жасаймын, но мен ұқпаймын. Түсінесіздер ме? Оны бірнеше рет жасау керек, қарау керек, көп. Мысалы, курспен ғана шектеліп қалмаңыздар. ютубта қанша видео бар, қанша фрилансерлар бар, қанша сайт жасайтындар, қанша фронтендерлар бар. Олардың көбісі уроктар түсіреді. ютубта қаншама уроктар бар. Каждый отдельный нәрселер бар да. Курста біз как бы жалпылама аламыз ғой. Сондықтан да каждый отдельный фрагменттарды қарау үшін сабақтарды қараудың жалпаңыздар. Мен білемін деп айтпаңыздар ешқашан да. Потому что әркім әртүрлі түсіндіреді, әркім әртүрлі способтар жасайды. Сондықтан да әр жақтан қарай беріңіздер. Видеоларды қараудан ерінбеңіздер, қараңыздар, жасап көріңіздер. Сіз басқа нәрсе жасап бермеңіз солай, понимаете? Бір курстан миллион информация алып шығу нереально. Мен өзім көп курс оқыдым. Қаншама видеолар, көбінесе енді курстар деп көп курс деп айтпай қояйын. Біраз курстар оқыдым, бірақ көп ақпаратты как бы мен ютубтан алдым. Потому что ютуб реально бүкілі бар ютубта. Қарасаңыздар, іздесеңіздер. Просто дұрыс іздей білу керек. Дұрыс үйрене білу керек, берілген ақпаратты дұрыс қолдана білу керек. Сондықтан жалпы шаршамаңыздар, қазір кішкене қиналып жатсаңыздар, шыдаңыздар, уақыт керек, еңбектену керек, сабырлы болу керек. Давайте енді не етсек біз,
Select слайдерімізді жасап тек. Қарадан көріне ме, көрмей ме? Мен ұмытып тұрмын. О, міне қараңыздар, қара қылдық біз фонымызды, и бізде мынандай стрелка бар. Как бы біздің фотомыз ауысып тұр. Так, араларын негізі ашып қойсақ жақсы болады. Менде ашық па, ашық емес пе? Мінекей аралары біраз ашық екен. Қарайық. CSS файл. Бұл бізде қалай жасалған екен? Аралар қалай ашылып тұр екен? Айтпеңіздер. Так, іздейік. Іздеген жетер мұратқа дейді. Қазақ атам айтпақшы. Пока таппай жатырмын. CSS файл. Осының ішінде болу керек негізінде. Ол бар полигон бар. А бізде екінші слайдерімізді тұрсын ма? Екінші слайдеріміз жақсы тұр, е? Ну ладно, в принципе, негізі мына нәрсені өздеріңіз табасыздар. Потому что реально қиын нәрсе емес. Просто қазір іздеп отырсақ көп уақыт кетіп қалады. Мен сіздердің уақыттарыңызды босқа алып қоямыз деймін. Жалпы осылай слик слайдерін жасауын түсінген шығарсыздар. Давайте басқа картинка қояйықшы, ұнамайды маған. Честно айтайын. Бір позитивный қояйық, давайте. Джим Керридің фотосын қойып қояйық. Бірақ бірінші жастар Джим Керри керемет. Комик, актер. Маскамен қояйық, кстати. Кішкене позитив болсын. Так. Давайте на фото алайық. Сохранить картинку как рабочий. Сол папкамызды іздейміз. Проект деген папка ing. Скайп жасалған. Заменить етеміз. Папкамыз не болды. Скайп вот все. Обновляем. И біз Джим Керри шығады. Сіздерге енді бір күлкі сыйладым деген ниеттен. Жалпы осылай слайдер жасадық. Так. Давайте дальше. Слик слайдер по сути негізінде оңай болды. Мен сіздерге мына папканы жіберемін. Қай жерде болды папка бізде. Мен мінекей мына слик слайдер папкасын жіберемін. Ссылкасын бәрін жіберемін, қандай ссылка қою керек, қай жерге не қою керек деген нәрселердің бәрін осы сабақпен бірге жіберетін боламын. Так, давайте бізде келесісі мынау, е. Обновить етеміз. Заказ столика, оставить заявку. Мынау енді қиындау. Біраз басқа керек болады. Так, біз давайте пока что так, слик слайдер. Немен кинотеатрдың сайтын жауып қояйық. Өзіміздің жасап жатқан сайтымыз бар. Енді давайте жаңағы ресторан сайтына кірейік. Так, ой, сайтқа бір жерге кіріп тұр, бізге код керек. Мен жаста work. Так, енді қарайық. Бізде ол қалай жасалып тұр екен. Так, много обычно jQuery, по-моему, да, бәсе. Вауда, немелер, анимация. CSS тоже керек. Давайте тупо осы жерден алайық. Не керек, соны алайық, давайте. Бізде қай жерде тұр? Заказ только деген кнопка. Іздейміз. Так, оставить заявку деген бөлек. Ага. Заказ только.
Копируем. Вставляем. Так, давайте номер опциях пока. CSS файлом и button деген керек бізге. Так, давайте стик слайдер алып тастайық тупо. Нетпейік, мешать етпесін бізге. Бізде кнопка болсын и все. Сохранить етеміз екі жақты да. Обновляем, кнопкамыз шықты. Все. Базара нет, кнопка бар. Кстати, біз JavaScript файлдар қосайық. Бұл жерде мінекей link тұр. Main.js қана ма? Қателеспесем, мінекей link бар и скрипт бар. Мына керегі жоқ пока. Ең астына түсейік. Жоқта JS, jQuery. Жалпы ұмытпаңыздар осы нәрселерді қосуды. Ол мінекей тура бұл үйде алатын кезде жазылады. Так. Міне біз как бы кнопка жасадық. Алдыңғы сабақтардағы арқылы бізде button деген класс бар, сондай open pop-up деген класс бар. Ол үшін, кстати, біз мына жерге HTML-дің ішіне ашылғандағы конструкцияны жасаймыз. Яғни міне мынаны жасаймыз деді. Оставьте заявку деген нәрселерді жасап көреміз. Вот, кстати, ол мына жерде тұр екен. Копируем. Қоямыз. Вот, так, мына жерде опять ұнамайды маған осындай нәрселер. Кодтың әдемілігі мен үшін маңызды емес. Так. Алайық. Shift тапты басу арқылы осылай жылжытуға болады. Так, давайте қарайық. Мына жерде не бар, не жоқ. Div класс бар, pop-up pg. Оның ішінде тағы div класс pop-up. Оның ішінде кәдімгі h1 заголовок оставить заявку. Ол бізде жазылып тұр мінекей. Дальше бізде фото тұр. Ол бізде мына фото. Крестикті фото қылып қойған. Соның фотосы бізде. Сосын форма бар. Форманы айтқан жоқ, ұмытып қалдым. Форманың ішінде как бы бізде енгізетін екі не бар, кнопка бар. Яғни бұл жерде текст и телефон, как бы ваше имя, ваш телефон. Сосын бізде кнопка бар басатын. Класс submit. Отправить заявку. Так, енді мынаны сохранить етейік. И бізге не керек? Бізде код шығып тұра ма? Бұл жақта шығып тұр пока осылай. Бізге оның CSS керек. Ол, по-моему, астың жақта болады. Так, бізге pop-up widget керек, pop-up тікі керек. Pop-up form, close, no scroll. Так, давайте осының барын алайық. Бар нәрсенің барын алдық. Ставить етеміз. Не шығады екен? Барлық кетіп қалды, кстати. Сол да керек бізге негізі. И давайте main.js. Open pop-up, close pop-up, scroll. Бүкіл конструкцияны копировать етіп. Так, біздің неміз қайда? JS файлымызды жауып тастаппыз. JavaScript файлын ашайық. Но бізге уже керек емес. Слайдер. Копируем. Так, давайте. Опа-на! И бізде бар, но бізде на крестик жоқ. Давайте. Опа. Заявку. Крестик файл алайық. Фотоны алайық. Потому что бізде фото қалып қойыпты. Сменили. Именно крестик фото. Басамыз копировать. Ctrl-C, Ctrl-V. Короче, клавишаларды ұмытпаңыздар, потому что реально важный нәрсе. Обновить, заказ только. Опа, барлығы жасап тұр мінекей. Достар, құттықтаймын, потому что біз бүгін екі наиважный нәрсені жасап үйрендік.
JavaScript'te. Конечно, өзіміз жасаған жоқпыз. Біз готовый код алдық. Бірақ готовый кодпен жұмысты үйреніп білу керек. Алғашқыда как бы бәрі әрине HTML арқылы жасайсыз, CSS арқылы жасайсыз, анимация жасайсыз, анау мынау. Но сізге как бы JavaScript'ті прям идеально біліп қажет емес те, ең алғашқыда үйрену үшін, потому что басыңыздағы информация өте көп болып кетеді. Одан кейін сіз HTML-ді, CSS-ті конкретно жақсы шемішке шығарып біліп алған кезде, сол кезде сіз JavaScript үйренесіз бастап. Таза JavaScript-ның өзінен бастайсыз. jQuery үйренесіз, React, Node.js, Angular деп ары қарай үйрене бересіз, фреймворктар үйренесіз. И пока что мен сіздерге осы курсқа біз түріккен JavaScript ұсынамыз, потому что реально JavaScript деген өте ауқымды тіл. Ол бойынша отдельный курс жасауға болады. Сондықтан біздің курсымызда пока осылай екі нәрсе алдым. Мен өзім всегда қолданатын осы екі керекті конструкция JavaScript тіліндегі. Так, кстати, бар ғой, мен мына жерде негізінде бәрін алып қажет емес сияқты. Мына жерде басқа да конструкция болған. Аха, так и есть. Все. Бізде осы екі нәрсе ғана керек екен. Open pop-up и close pop-up. Мен бәрін алып қойыппын. Ол басқа нәрселердің де коды бар оның ішінде. Так, жалпы достар, бүгінге осы JavaScript сабағы осындай қысқа болды. Білмеймін, қанша минут болып кетті, уақытында қарамаппын. Сіздерге түсінікті болды деген ниеттемін. Кішкене ауырлау әрине, но как бы біз готовый кодпен, готовый JavaScript-ің шаблонымен жұмыс жасап үйрендік. Егер сізге осылай проектіңізде, сіздің жасап жатқан нәрселеріңізде осындай pop-up окно всплывающий, яғни заявка қалдыратын окно, немесе жаңағы слайдер керек болатын болса, осындай конструкция қолдансаңыздар болады, как бы барлығын былайша айтады ғой, қайтадан велосипед ойлап тауып қажет емес, оның уже бар, как бы соны қолдана білу керексіз. Сондықтан түсінікті болды деп барынша өзім тіліммен, түсінікті тілмен түсіндіруге тырыстым. Біздің бүгінгі сабағымызда қателік те болды, сол қателікті бірге сізбен бірге шештік және қиындықтарды жеңіп, осылайша біз бүгінгі сабағымызды жасап шықтық. Сондықтан назарларыңызға рахмет. Бүгінгі сабақ осы. Егер пайдалы болса, әрине курсымызды ары қарай оқып жалғастырып соңына дейін апарасыздар деген ниеттемін, иншалла. Сау сәлеметте болыңыздар.